السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قسقартып نستعيذ بالله يدا أستعيذ بالله деп айта береміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Al-Adiyаттың алғашқы 3 аятында солай ма? Не дейсіз? Негізінде әлләти ағарна деп етістікпен де айтсақ та болады дейді да. Сол етістікке, мына исм фаилдің ішіндегі етістікке мына әсәрна және де уасатна атф етіліп тұр. Бірыңғай мүше ретінде келіп тұр дейді. Значит, мынаның да басында бір әлләти бар деп ойлаңыздар. Яғни кімге сер деген кезде уәлләти яда фәмен келген болса фәлләти дегеннен кейін барып әсәрна деген сияқты. Бұл екеуін қосып бізде исм фаил ретінде алуымызға болатын еді. Фәл әсират деп өзіміздің түсіндіруімізде. Бірақ Құран бірінде исм фаилмен келе жатып, одан кейін етістікпен атып жасап кеткендігін көрсетеді. Осындай түсініктемелерді біз өткен сабақта көрсеттік. Бұның видеоларын иншалла көресіздер. Сөйтіп алғашқы 5 аят негізінде атқа ант етіліп келді. Қандай аттарға деген кезде, одан кейінгі келесі аят 3 аят бірдей формада келді. Біз бұл аяттарға да тоқтадық. Бұл аяттарда негізінде есімді сөйлем, мына таблицамен көрсеттік сіздерге. Сол таблицасын тікелей көрсетейік. 3 аятты да салыстырып, алдымен жеке-жеке өттік. Одан кейін алғашқысынан бастап, кейін екіншісіне келгенде екеуін салыстырдық, үшіншісіне келгенде үшіншісін салыстырдық деп сол таблицаны көрсетейін. Мінекей, инна деген негізінде есімді сөйлемге кіреді. Біздің жалпы есімді сөйлеміміз ол әл-инсану кәнут. Адам өте нашүкір, яғни өте тым шүкір етпейді. Яғни біз оны аудармаларында етістікпен бергендігін көрдік. Арабшада етістікке қарағанда исм фаил немесе мына жерде сиғатул мубалаға түрінде келген кәнут сөзінің мағынасы күштірек дедік. Негізінде сөйлеміміз осылай қарапайым түрде құруға болатын еді сөйлемді. Алайда аятта мына раб сөзін алдыға шығарып жеріп, еще оның басына харфу жар ләм келтіргенде уже 2 есе күшею бар болды. Біріншісі алдыға шығып кетуі, екіншісі басына ләм келтірілуі. Үшінші басына инна келген кезде тағы да мағына күшейеді. Төртіншісі ләм музахлақа деп керге қарай қайып кететін, тайып кететін ләм деп айтқанбыз. Бұл да күшейтпелі мағынаны білдіреді. Иннал инсана лафи хуср деп Аср сүресінде өткен болатынбыз. Олай болатын болса, мына бір аяттың өзінде 4 түрлі, яда тіпті кәнут сөзі өзі харфу жармен қолданылады дейтін болсақ, онда 3 күшейту мағынасы бар. Жай мына қарапайым сөйлем мынау болатын болса, иннал инсана ли раббихи лаканут деген кезде басына инна келтіре отырып мағынаны күшейттік есімді сөйлемнің. Одан кейін харфу жарда исм мәжрурмен алдына шығарып жердік. Хабардың басына тағы күшейтпелі ләм қойған кезде 3 есе күшейту болды ма? Төртіншісі етістік түрінде емес, асырмалы шырай түрінде, сиғатул мубалаға түрінде кәнут сөзімен беруіміз. Шын мәнінде әлбетте адам өзінің Раббысына тым нашүкір, тым шүкіршілік етпейтін кісі. Уже кәнут дегенде кісіге айналған. Мысалы, шүкір етпейді десек, ол бір етістікті, ол қазір етпеуі мүмкін, келешекте етпеуі мүмкін. Ал шүкір етпейтін кісі десек, уже ол кісіге айналғандықтан мағынасы етістікке қарағанда күштірек болып саналады. Дәл сол тәртіппен келесі аятта ва иннаху аля залика ла шахид деген кезде осылай шүкір етпейтіндігіне әлбетте ол өзі бұған куә дейді. Мұнда да инна бар. Аля залик алдыға шығып кетті. Хабардың басына, баяндауыштың басына лә келді. Негізгі сөйлеміз әл-инсану шахидун. Негізінде шахидтің өзі мағынасы күшейтілген. Неліктен? Шахидун десе едік, ол жай куә еді. Ал бізде жай куә емес, шахид деп тұратын болсақ, тағы да сын есім түрінде айтып отырмыз. Негізгі есімше емес, яғни куә болатын кісі емес, куә
куә кісі деп уже кісіге айландырып отырмыз, сын есімге айналдырғанда шахидке қарағанда күштірек. Ал шахид яшхад деген етістікке қарағанда күштірек. Біз әл-инсану яшхад, адам өзі куә десек, яшхад деген етістікке қарағанда исм фаил күшті. Исм фаилға қарағанда сыфат мүшаббә немесе сыйғат мүбәләға деп те айтуымызға болады бұны, өйткені сыйғат мүбәләғада да негізі фаилун деген формула бар. Сонда Құранның аяттарында сөздердің таңдалуының өзі сондай бір терең талғампаздықпен талданған. Құран кәрім, білесіздер, әрбір пайғамбар өзінің қауымына келген кезде сол қауымның ең күшті болған алаңында мұғжизалармен келген. Мысалы, Иса алейхиссалам келген кезде оның қауымында медицина өте дамыған болады. Сонда келіп, алапес ауруды жазып, көзі соқыр болғанды жазып, тіпті өлген адамды тірілтіп, іштеріңде қандай тамақты ішіп, асқазандарында қандай тамақ тұрғанын білем, үйлерінде нені сақтағанын білем деген кезде, сол қауымның ең күшті болған нәрсесімен мұғжизалармен келіп тұр. Мұса алейхиссаламның заманында сиқыр өте күшті дамыған болған. Өздеріңіз білесіздер, Мұса алейхиссалам жаңағыдай Алланың әмірін жеткізіп келген кезде Фирғауын бүкіл сиқыршыларды жинайды. Өйткені мыналар біздің елімізден бізді шығармақшы, билікке еге болмақшы деп Харун бауырымен келеді ғой Мұса алейхиссалам. Сонда неше түрлі сиқырдың бәрін көрсетеді, әрі оған Фирғауын оларға уәде етеді, сыйлық беретін болып. Сонда Алла пайғамбарымыз Мұса алейхиссаламға Аллаху тағала қолындағы асаны таста дейді. Тастаған кезде үлкен айдаһарға айналады, бүкіл сиқырмен көрсетіп тұрған нәрселерін жұтып қояды. Демек, сол қауымға сол елдің ең күшті болған алаңында сондай үлкен мұғжизамен келді. Дәл сол сияқты араб қауымында өткенде де айтқанымыздай көшпенді халық болған ғой бәдәуилер. Көшпенді халықтарда негізі өзі ауыз әдебиеті дамыған болады да, біздің қазақта да мысалы, қырғызда да ұзын дастандарды айтатын болған ғой жапқай кісілер. Немесе ақындар қазіргі таңда үлкен термелерді сарылдатып айтып жатады. Бұл біздің кішкене немізде, генімізде бар да. Осындай сұмдық өлең шығаруда сондай шешен болған халыққа мұғжиза ретінде Құран келіп тұрды. Құранмен келіп тұрған пайғамбарымыздың мұғжизасы, ең үлкен мұғжизасы ол Құран, әрі бүкіл адамзат баласына Аллаху тағаланың ең соңғы заңы. Сонда негізі мына Меккеде жарыстар болатын болған ғой, ақындар жарысында ең үздік жаңағы өлеңдерді Кабаның дуарына іліп қоятын болған. Сонда жай ақын бір әйел кісі келеді, бір ақын іліп қойған өлеңін, 4 жол өлеңінің осындай сөздерді дұрыс таңдамадың деп быт-шытын шығарады ғой жаңағы. Неге мынаны таңдадың, неге ананы таңдадың? Тіпті көпше түрдің өзінің 10-ға дейінгі саналатын көпше түрге арналған формасы бар, оннан көп көпше түрге саналатын формасы бар. Сен неге ақыры қауымыңның жомарттығы жөнінде айтып жатсаң, неге сен мына көпше түрді таңдайсың, неге ананы таңдамайсың деп 4 жолдың өзінің талқанын шығарады жаңағы ақын. Сондай халыққа келіп тұр ғой бұл аяттар. Сонда мындай құрамынан ешқандай не таба алмайды. Ол заманның адамдары бұл тереңдіктерді түсінетін еді. Алайда кейін келе араб елдеріндегі диалектілер фасих арабшадан ұзақтай бастады. Бұл сол жергілікті халықтың әсері. Әрі адамдардың қаншалықты бұл арабшаға мән бергеніне байланысты болды да. Ал соңғы бір ғасырда болатын болса, фасих арабшадан біраз араб елдерінің өзінде ұзақтау бар. Тек ислам факультеттерінде, оның өзінде классикалық білім беретін факультеттер болмаса, мұншалықты тереңдікке түсіре қоймайды. Бұны тек қана Құранның тәпсірінің бәлағатпен берілген кітаптарын оқып жатса, сол жерде көруі мүмкін. Ал ол болмайтын болса, Құр-и-Арабта бұл бәлағатты көре алмаймыз. Сондықтан тәпсір таңдаған кезде де тәпсір оқитын болсаңыздар, мысалы Жәләләйн тәпсірінде алдымен сарф, одан кейін нахиф, түсіру себептері келгеннен кейін ең соңында бәлағаты, бұл аяттың бәлағаты неде жатыр деп түсіндіретін тәпсірлері бар. Сондай тәпсірлерді таңдауға болады. Сондықтан бауырлар, бұл сабақта біздер енді айтып жатырмыз, өйткені бұл білімді әйтеуір бере берейік, қолымыздан келгенше біз үйрендік, жеткізе берейік деген мақсат. Бұл видео сіздерде болады, үнемі қайта-қайта қайталауға тырысарсыздар. Аяттарды көргенде мынандай формада келген екен. Мысалы, біз әшейін қарапайым есімді сөйлем үйреткенде хуа шахидун аля залик деген сөйлемді үйретеміз ғой.
Ал biz мынандай сөйлемді үйретпейміз. Хуа аля залика ла шахид деген. Ал Құранның ішінде осындай алдыға шығып кеткен, харфу жары алдыға шығарылған сөйлемдер өте көп кездеседі. Оның үстіне мына күшейтпелі мағынаны бірнеше формамен беріп тұр. Сондықтан да кей кезде осындай араб тілінің теңдіктеріне қарай отырып, Алла Тағала Құран кәріммен ең соңғы өзінің адамзатқа жолдауын жіберген болса, бұл таңдау бекерге емес екендігін сезінесіз. Біздің аудармаларға қарағанда кейбір сөздерді қосып отырып беруге тырысамыз. Әрине әрбір тілде өзінің күшейтпелі мағына беретін құралдары бар. Алайда араб тілінде біраз ол жағынан тағы да көбірек дейді. Енді келесі аятымызда бұл аяттар, мына аятта дәл солай Құрамда келді. Бұны да біз өткен сабақта талдадық. Мінекей үшеуін салыстырғанда бірдей өзгеріске ұшырай отырып келген. Келесі аятымызда мына аятты да талдап кеттік. Біз осы аятқа келіп тоқтадық қой дейміз. Нестағиду билла. Афала я'ламу иза бу'сира ма фил қубур. Алдымен сарфына тоқталатын болсақ, алима деген етістікті біз бұрдан да бұрын өткен болатынбыз. Формула дейтін болсақ, фа'ила, ефалу деген формулада келіп тұр. Ефал формулалары бұлай. Алайда мастарында тек қана жатталу керек. Сондықтан формуласы өзгеруі мүмкін. Мына жерлер бірдей көріп отырсыздар. Білді дегенді білдіреді. Бізде осы шақ келді. Я'ламу. Алайда көріп отырсаңыздар, аятта кез келген етістікте негізінде фа'илі көрсетілу керек. Көрсетілмеді ме, значит, оның ішінде замир фа'ил болып тұр. Хуа дейтін болсақ, ол хуа демек алдыңғы аяттарда айтылып кетті. Кімге қайтып тұр? Кім білмей ма деп тұрмыз бұл жерде біз. Алдыңғы аяттар жаңағы 3 аятымыз болатын болса. Иннал инсана ли раббихи лакanud. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.